Дәл солай дәпті дөп түстің, Дина. Ендеше көпке созбай студияға Қуыршақ театрының актерларын шақырсақ, қошеметпен келіңіздер, төрлетіңіздер. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіздерге де құтты болсын. Рахмет. Ұлыстың ұлы күнінде бүгін ортамызға келіп, шақыртуымызды қабыл алып, өздеріңіздің өнерлеріңізді паш етуге келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Енді бағанадан бері айтып жатырмыз, бұл өзі Наурыз мерекесі жаңару деген мағынаны білдіреді. Яғни жаңа күн біз үшін, жалпы осы Азия елдері үшін көптеген бұл жаңа жыл, жаңару күні. Енді мүмкін сіздердің театрларда да жаңа спектакльде, жаңа қойылымдар болып отқан шығар. Өздеріңіздің қазіргі таңда творчестволарыңызда қандай жаңалық, содан бастасақ? Бізде Қуыршақ театрында жыл сайын көптеген қойылымдар шығып жатады, көрермендердің назарына ұсынып жатамыз. Олар тек қана қуыршақтармен ғана шектелмей, бізде драма мен қуыршақты араластырып отырып, үлкендерге арналған 22+ қойылымдарымыз да бар. Оларды айта кетсек, Макбет, әлемдік классикалардан шығып жатқан туындылар біздің сахнамыздан көрсеңіздер болады. Театр жылдан жылға жаңарып, өз қойылымдармен көрерменнің назарын, көрермендерімізді қуантып жүрміз. Бәрекелді. Енді мен білген жоқпын, шыны керек. Бұған дейін ойладым, Қуыршақ театрында демек тек қана балалар ғана барады, балаларға ғана сахналанады сіздердің қойылымдарыңыз деп. Енді білетін боласыздар, сіздерді шақырамыз, келіңіздер. Шақырсаңыздар, қуана барамыз. Енді осы Наурызға байланысты мүмкін бір қойылымдар бар шығар. Қойылымдар бар, арай айта өтсеңіз. Бізде қазір Наурыз мерекесіне орай, Шәмші Қалдаяқов атамыздың 95 жылдығына орай «Өмір өзен» атты қойылымды қойып жатырмыз. Еркебұлан Қабдылдың бастамасымен және «Мен деп ойла» деген Мұқағали атамыздың шығармашылық кеші бар. Сол екеуін қазір 18 жастан жоғарғы ересек адамдарымызға арналған қойылымдарымыз осы мерекеге орай. Ал жас бүлдіршіндерге, кішкентай көрермендерімізге, біздің негізгі көрермендерімізге арналған көптеген қойылымдарымыз. Ол әр күні сан алуан атаумен өтіп жатыр. Атап өтетін болсақ, Наурызға байланысты бізде Қаңбақ шал ертегісі және де ертөстік өзіміздің фольклорлық туындыларымыз дейді. Сол туындыларды көрермен назарына ұсынып жатырмыз. Және де бүгін біз ескі алаңның жанында өзіміздің Наурыз думан қойылымын қойдық, және де Қуыршақ думан екеуін араластырып отырып, көрермен назарына өзіміздің бір ұлысқа, Наурызға қосқан үлесіміз болды. Көшенің ортасында қақ жарып, балаларды жинап алып дегендей, сондай бір қойылымдар болып тұрды. Керемет, көңіл күй сыйлаған екенсіздер ғой бүлдіршіндерге. Ендеше көпке созбай, тағы да қош келдіңіздер дейік. Бүгін қандай қойылым қоясыздар біздің арнада? Біз бүгін қазақ биін және де домбырашы жігіттермен бірге отырар сазы биін сіздерге қуыршақтармен билеп берейік. Бәрекелді. Ендеше мархаба. Әріптестерімізді шақырсақ ортаға. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Сіз де өтіп алыңыз.
осындай той отырарда бұрын соңды болмаған туған елім. Өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аялаған арманымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінімде қуанышым мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Зілғара жер қозғалғандай, палуандай алысқан, қызғалдақтай қыздарғандай, көздерде де алысқан. Сол қыздарда отырарда жүрек отын жалған, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған туған елім. Өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аялаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінімде қуанышым мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын туған елім. Өскен жерім, асқар белім, сенсің әлім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аялаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінімде қуанышым мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Той болсын. Ай, бәрекелді, керемет. Көңіл күй үшін рахмет сіздерге. Енді бүгін ұлыстың ұлы күні құтты болсын деп бағана айтып жатсақ, енді бүгін білуімізше халықаралық қуыршақ театр күні, құтты болсын. Өздеріңіздің мерекелеріңіз, төл мерекелеріңіз, шабыттарыңыз сарқылмасын, тек қана бүлдіршіндерге емес, үлкендерге де көрсетер, айтар дүниелеріңіз көп болсын. Тек қана шығармашылық табыс тілейміз Көп өздеріңізге. рахмет. Сіздерге де шығармашылық табыс. Да, және от имени қазақ елін- телеканала Алматы поздравляем вас. Қазақ елін келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының атынан құттықтаймыз. Ал ағайын, бар бақыттарыңыз баянды болсын, әр уақыттарыңыз аяулы болсын. Сол бақытты көретін Алла тағала ұзақ та баянды уақыт берсін. Келіп жеткен әз Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Бәрекелді, рахмет бүгін келіп, тағы да өз өнерлеріңізді көрсеткендеріңізге. Наурыз тағы да құтты болсын. Рахмет.